14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Әке, телефон беріңіз. Ақпараттар керек болып жатыр. Қандай ақпарат? Телефон сұрағандарыңды қоймайсыңдар осы сендер? Мә? Сол жоғалып кеттік, кеп көмектесіп тұр маған. Ақпаратты телефоннан емес, таудан, судан алу керек. Ол шөпті зерттеп бақ, тасты зерттеп бақ. Ол адам болып бұтты адамдардың барлығы. Адамды күйдіріп сендерді. Ойбай! Білмеймін, сауатым еді. Тоқташы ма, ана алмазын мешітті қаяқтан алдым. Ана жерде тұр ғой, мына жерде. Жоқ қой? Мына біріншісін басам, мына. Енді осыны бейді. Тоқта, күте тұршы, мен аны өлтіріп алайын. Не істеп жатсыңдар дейін? Майнкрафт деген ойын ойнап отырмыз. Қандай Майнкрафт? Әке бір телефонды. Әке бір телефонды. Не ойын мынау? Өлтірген несі тағы? Кімді өлтіріп жатсыңдар мына жерде? Ойын ғой. Ойын ғой. Сендер мына жерден қазір адам өлтіріп үйреніп жатсыңдар ғой мына жерде. Оңбағандар. Енді ойнаңдар сөз. Жандарың шығарам, Арман. Түсіндің ғой, жаныңды шығарам мен сені. Сатып алдың ба? Сатып алдың ба деймін мен? Байқамай сатып алдым. Аққа сатып алдың мына ойынды ақыры? Кім рұқсат берді саған? Кім рұқсат берді деймін саған? Ана шұғыладан үлгі алмайсыңдар ма? Қараңдаршы. Сабағына дайындалып кітап оқып отыр. Тест жаттап отыр. Көрмейтін болайын екінші. Мына. Әңіздер. Так, мына біздің жалдамалы қонақтарымыз. Так, сіз мұнда отырбаңыз. Отырбаңыз. Сәл шаласаңыздар болды. Сіз де осында отырсаңыз. Отырсыңдар ма? Міне. Өткендегідей болмайды. Жақсы отырыңдар. Саламатсыз ба? Рахмет, келгеніңізге рахмет. Отырыңыз, жақсы. Біта қайда? Қазір келеді, кешігіп жатыр кішкене. Ол да бір сын сағатта кешігіп бар ғой. Әке, мен кітаппен отыра берсем болады ма? Кітаппен? Жарайды, отыра бер. Кітаппен отыра бер. Бұл да біздің қонақтарымыздың сапасын көтереді. Тағы не істейін? Ана қонақтар келді. Келе жатыр ма? Болды онда. Ана жерге отырып алып бар. Сөйтіп біз тапсырыс беріп отырыңдар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Келдіңіз. Мәне келіңіз. Отырыңыз. Қонақжай қазағымның үйі Аспандер мейрамханасына қош келдіңіз. Рахмет. Мінекей тапсырыс беріп. Отыра беріңіз. Бәрі бар ғой? Барлығы бар. Кейде осылай жазылып тұрады, бірақ сұрасаң анау жоқ еді, мынау жоқ еді деп жатады. Сіздерде ондай жоқ па? Бізде жоқ деген нәрсе жоқ. Онда жақсы екен. Ассалаумағалейкум. Тағы бір кісі келді. Кешірші, кешігіп қалдым. Сізге қаяқтан орын тауып берсем болады екен, Бізде мына орын жоқ енді, қайт. Жарайды, мына жерге отыра салшы. Бізде енді орын жоқ та.
Бізде орын жоқ, адам деген көп келеді біздің мейрамханамыз. Қарсы емеспін, отырсын. Рұқсат болса. Тіпті жақсы әңгімелесіп отырамыз. Уақыт өтеді. Тапсырыс бере беріңіздер, біздің даяшылар қазір келеді. Қазір. Отыра беріңіздер. Мен де сол неше айдан бері бітіре алмай жүрген кітабымды бүгін бітірдім. Кітап бітірдім дейсіз бе? Иә, Аллаға шүкір, екінші кітабым бітірдім. Аты қандай? Біздер. Бірінші кітабыңыздың аты қандай еді? Рауағаш ерте гүлдейді. Не туралы бұл кітаптар? Біріншісі балаларға арналған, екіншісі қысқа әңгімелер. Өзіңіз жаздыңыз ба? Жоқ, өзім жазбадым. Кітап жазсам осы жақта отырам ба? Бағанағы әңгімелеріңе қарап, мен өзің жазған кітап екен деп отырмын ғой. Кім? Бейбітпісің? Бейбітпін. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бейбіт Сарыбай ма? Айналайын, бек айып етпеңіз енді. Мына әншілер ұқсап, клип түсіріп, түріңді танытып жүрмегеннен кейін танымай қаламыз. Айтпесе атыңа қанықпыз. Қош келдіңіз. Дастархан, мына жердің бәрін жайнатып жіберіңіздер. Күтеміз онда, бейбітті күтеміз. Осы Фейсбуктың мейрамбегі дейді ғой сен? Әркімде әр нәрсеге теңеп жатады, ұқсатып жатады деген сияқты. Сол тұрғыдан қарағанда бір енді жақсы жігіттердің айтып қалған пікірі шығар. Айтпесе бұлай енді өзімді нақты сол Фейсбуктың мейрамбек сезінбеймін. Бірақ енді халықтың берген бағасы ғой енді сізге. Жаза беріңіз. Бірақ соңғы кезде көп жазбай кеттіңіз. Фейсбукта қарап отырамыз, шықпайсыз. Сол мейрамбек ән жазбай кетті деп сізді пост жазбай кеткен жоқсың ба? Фейсбукқа және әлеуметтік желілерге бір пост жазғаннан адамға мүйіз шығатын болса, маған ендігі мүйізім анау бұғының мүйізіндей болатын еді, кемі арқардың мүйізіндей болатын еді. Содан кейін енді сол жазғаннан мүйіз шықпайтынына көзім жеткен шығар. Бір шетінен көңілімдегі көрік той дейді ғой. Сол көңіліміздегі көрік тойды жаңағыдай бір арзан посттарға қорылғанша, оны бір кәдімгі болашақта әдеби дүниемізге пайдалансақ, сол тиімді шығар деген ойға келдік, шешімге келдік. Дей тұрғанмен енді мүлде аузымыз буылып қалған жоқ. Аузын буған өгіз емеспіз. Айтатын жерлер болса, айту керек пікірлер болса, әрине қалыс қалып жатпаймыз, айтамыз. Жазушылар одағында істейді ме? Өткендегі не бол? Ауыз түйістен айтыр. Қалдыңыз ба орныңызда айтыр? Енді анау біздерде біраз уақыт отырып, бір жерде тұрақты отырып қалған адамды достардың ортасында жаңағыдай жылжымайтын мүлік деп, жаңағыдай әзілдеп жатамыз. Орысша анау недвижимость деп жатады ғой. Сол сияқты енді мен енді осы жазушылар одағында тұрақты істеп келе жатқаныма 12 жыл болды. Енді басшылық ауысты. Басшылық ауысқанмен енді бастық ауысты екен деп 100% ауысып кету ол заңды нәрсе емес. Ол қатып қалған заңдылық емес. Сондықтан енді қалдық. Сол бұрынғы басшылықпен қалай жұмыс істесек, қазіргі басшылықпен де тура солай жұмысымызды жалғастырып істеп жатқан жайымыз бар. Тура үстінен түстің ей. Дер кезінде келдің. Өйткені бағаналы бер мен баламен алысып әбір жатқам. Өйткені балам келеді де сотқа сұрай береді, кітап оқымайды. Осы балаларға қазір қалай кітап оқытамыз осы? Енді бұл қалай қыламыз? 21 ғасырдың дерті демей қойық, ауру демей қойық, жағымсыз әдет деп бағалайық. Сол 21 ғасырдың бұл енді жағымсыз әдеті. Шынымен кезде бұл енді қарап тұрсаңыз, бұған енді тосқауыл қою қиынның қиыны. Кітап оқыту деген мәселеге келетін болсақ, баланың өзінің негізі қызығушылығы болу керек негізінде. Оның қызығушылығын оятатын әрине сіз сияқты өнегелі әкесі болады. Шынымен кезде енді біздің кезімізде кітап оқылды. Біз бірден ешкімнің айтуынсыз, ешкімнің тапсырмасынсыз, ешкімнің бұлай талап етуінсіз оқыдық. Неге? Өйткені біздің кезімізде кітап қана бар еді. Теледидар бар, оның өзі 3 арна көрсетеді. Ол 3 арнада енді білесіздер енді адамның рухани қажеттілігін толық өтеп бере алмайды. Радиода да тура сондай болатын. Ғаламтор деген иісі де жоқ. Сол кезде басқа не істейсіз енді кітап оқымағанда. Біздің бүкіл рухани қажеттілігімізді өтейтін сол кітап болған. Қазір енді бұның баламалары көп қарап тұрсаңыз. Ғаламтор дегеніңіз қолжетімді болып қалды.
олар небір түрлі бағдарламалар бар, небір түрлі мультфильмдер бар. Олар соған қызығады. Бірақ енді баланы еркіне қоя беріп, бір жола кітаптан алыстатуға болмайды. Міндетті түрде әкесі болады ма, анасы болады ма, баласыны кітап оқытуға жетелеу керек. Жетелегенде қалай? Сіз бірінші өзіңіздің балаңыздың талғамымен санасыңыз. Балаңыз неге қызығады? Сол балаңыз қызығатындай, балаңызды тартып алып кететіндей кітаптарды сіз оған ұстатыңыз, сол кезде барып ол кітапқа жақындайды. Кеше ғана осы балаға, деп өзің сияқты жаңағы айттым, кітап оқы. Ертең болашағыңа керек десем, кітап оқығанда не пайда? Бәрі компьютерде тұр ғой, керек болсам, компьютерден көріп алып, керектігін ала берем дейді. Ойланып қалдым, қазір сонда кітаптың пайдасы бар ба? Компьютердің заманы келді. Қалай сонда? Енді бұл жердегі мәселе мынада. Балаңыз ұялы телефонға шұқшиғанынан қатты қорқуға болмайды. Бір нәрседен қорқу керек, оның не оқып отырғанын қарау керек. Мысалға қарап тұрсаңыз, Абайдың қара сөздері ғаламторда тұр. Біздің мысалға әдеби шығармаларымызды қазір бір 80-90% қарап тұрсаңыз ғаламторда бар. Мынау әлгі жаңағыда біздің кітап KZ деген сияқты сайттарымыз бар. Сол сайттарымыз осыған дейінгі бір үлкен классикалық дүниелерімізді барлығын көшіріп соған салып қойған. Сіздің мысалға Алматыны 6 айналып таппай жүрген кітабыңыз электронды нұсқасы сол интернетте ғаламторда тұр. Балаңыз мүмкін соны оқып отырған шығар, кім біледі. Сондықтан ең басты мәселе жаңағыдай баланың не оқып отырғаны, не көріп жүргенін зерделеу керек, зерттеу керек. Әрине аңдамайсыз ғой, бірақ дегенмен бұлай қараған адамға көрінеді. Содан кейін жаңағы сіз өзіңіз әртүрлі программалар арқылы балаларыңызға біраз сайттарға сіз шектеу қойып тастауыңызға болады. Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама дейтін едік қой. Енді сол негізде өзгертетін болсақ, қабат-қабат қаттама, ақылың болса да, болмаса да аттама. Өйткені ол кітап. Адамзат баласы осыған дейін бір кемеліне келсе, бір биікке жетсе, ол адам баласының ақыл-ойын толыстырған, жан дүниесін жетілдірген, ол әрине кітап. Сондықтан біз осындай жағдайға жеткізген кітап болғандықтан, біз кітаптан бір күнде бас тарта алмаймыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, жаңағы кітапты шынайы оқырмандар ғой. Олардың оқыған кезде олар басқалай әсер алады. Мысалға, кітаптың өзінің бір иісі болады. Ал мысалға сіз электронды нұсқада оқып отырасыз, ана планшеттен, ноутбуктан, компьютерден ешқандай иіс жоқ қарап тұрсаңыз. Ал кітаптың, газеттің, журналдың өзінің әдемі иістері бар. Сол иіспен қосып оқу деген ол мүлде бөлек нәрсе. Сондықтан енді кітап енді әлі бір 200 жыл жасайды деп ойлаймын, негізі 2 ғасыр кемі жасайды. Аға, сіздің мынау қазіргі жазатын кітаптарыңыз өте ұнайды маған. Өзім оқып шықтым. Бұрынғылар жазбайсыз. Қазіргі заманауи, қазіргі немен ұнап жатыр сіздің жазғаныңыз. Бұрынғылар деп қазір көп жазушылар өткен шақты көп жаза береді ғой. Заманауи жаза. Дұрыс айтасыз, мен де оқимын. Енді оның екі жағы бар. Бір жағын қарап отырсаңыз, тарихты жазу үшін де адамда мысалға бір өресі болу керек, білім болу керек. Соның қорың болу керек жазатын. Егер мысалға сен оған деңгейің жетпесе, білімің жетпесе, мысалға сен қалай жазасың тарихта? Мысалға қарап тұрсаңыз, кешегі Мұхтар Мағауин Шыңғысхан роман жазды. Мысалға, ол Шыңғысхан романын Мұхтар Мағауиннен басқа ешкім жаза алмайды шынымен негізде. Өйткені Мұхтар Мағауин сол шығармаға кәдімгі жарты ғасыр дайындалған адам. Жарты ғасыр дайындалып келіп, кәдімгідей білімін жетілдіріп, бүкіл тарихи деректердің барлығын жинастырып келіп жазып отыр. Ал енді ондай қорың болмаса, ондай білімің болмаса, тарихқа сен құлаш ұра алмайсың. Шынымен келген кезде біз тарихи шығармалар жазған, тарихи романдарды, повестерді дүниеге келген жазушыларымызға біз құрметпен қарауымыз керек. Ол үлкен еңбекпен келетін, үлкен зердемен, үлкен кемел біліммен, телегей теңіз біліммен келетін дүниелер, талантты былай қойған күннің өзінде. Ал енді біздің енді қазіргі жазып жүргендеріміз әркім өзінің білетін нәрсесін, не толғандырса, не ойландырса, соны жазады. Енді біз қал-қадірімізше, шамамыз жеткенше өзіміздің замандастарымызды жазғымыз келеді, өзіміздің заманымызды жазғымыз келеді. Сол тұрғыда енді аз кем еңбектен жүрген жайымыз бар. Болдық, толдық, қырдық, жойдық деп айта алмаймыз.
ол үшін әлі көп еңбектер керек, ізденістер керек деген сияқты уақыт керек ең бастысы. Қарапайым ақ жігіт, қараш. Оразаңыз қалай? Біреулер айтады, мысалға, күннің ыстығында қиын емес па деп. Түк қиын емес қарап тұрсаңыз. Енді ол қыстағы ораза, жаздағы ораза, көктемдегі ораза деп бөлмейді ұстайтын адамға. Шынымен кезде өзімде ешқандай бір қиналыс жоқ, өзімді сергек сезінем, өзімді еркін сезінем, өте жақсы. Негізі мынау оразада қиналған адам осы шөлдеп қана қиналады ғой, қарны ашып қиналмайды. Қазір күнделікті осы кешке жақын келіп, ауыз ашқаннан кейін бір қопарып тамақ жейтіндей болып көрініп тұрасың. Бірақ осы ең керегі су. Осы 4 стакан суды ішесің, 2 кесе қара шайыңды ішесің. Сонымен жаңағы мынау енді шын мәнінде бір қарай да алмай қаласың ғой. Қазірде мен сол шөлім қанса, соған риза болып отырған түрім осы. Судан көбірек ішіп отырыңыз енді. Жол жүріп келе жатыр едім. Соны үйге жетіп үлгермедім. Содан кейін енді сол оразаның уақытын өткізіп алмайын деп, осы алдымнан қандай мейрамхана шықса да, содан ауыз ашайын деп келгенде, бірінші болып осы сіздің мейрамханаңыз алдымнан шықты. Өзім таудан түсіп келе жатқам. Бұйырған екен, Бұйырған екен. Мына кісіні де мен қатты тани бермеймін. Бұл кісі де біздің клиентіміз бұл кісі. Сондай керек. Соны орын таппай қазір отырғызып қойғаным айып етпеңіз енді. Мен риза болып отырғаным, сіздің мына мейрамханаңызға әртүрлі жағдайдағы, әртүрлі деңгейдегі адамдар келе береді екен. Бір жақсы жері сол екен. Кімге келмейді дейсің? Толып отыр, қараңызшы. Қарапайым бауырларымыз келіп отыр. Газель айдайсың ғой деймін өзің. Жұмыс істеймін. Қонақ қой бұл кісі енді. Қазір байлар түсінбейсің ғой, әртүрлі киім жүре беретін болды. Байлар дұрыс жүрген. Енді мен рұқсат болса, енді мен жүрейін. Онда бір бата қыл, онда дұға қыл. Ал енді басымыз аман болсын, бауырымыз бүтін болсын, төбемізде түзе ұшқан түтін болсын, қара басымызға хан қалайық күтім болсын. Бір Алла өзі 1001 бәле, 101 қатерден, қауіп қатерден, қайғы-мұңнан, қасіреттен сақтасын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Аман елдің аты шығады дейді, ел аман болсын. Аумин. Аумин. Ой, жарайсың әй. Міне азамат. Міне жігіт. Кешегі менің әңгімемнен қорытынды шығарып, кітап оқып отыр менің балам. Айнан, ақылыңнан. Айнан. Қандай кітап оқып отырсың жаным үшін? Нечі? Абай жолы ма? Жоқ, Майнкрафт жолы. Не? Майнкрафт. Ол не тағы? Как играть в Майнкрафт на смартфоне? Армандаймыз бақытты жанияның болғанын, ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның ішінде. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар, қарттықтың мағыналы мәні бар, бақыттың кілті табы